Сәлем достар, сіздермен бірге Арнольд игілік каналы. Бүгін біз сіздермен өз бетімен өмір сүру, яғни выживание режимінде ойнайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге ағаш жабу керек болады, себебі бізге кирка және топор жасау керек. Мына ағашты шабайық. Жеті ағаш шықты, яғни бұл да бізге жетіп қалар. Біз енді қару-жарақ жасау үшін бізге верстак қажет болады. Верстакты біз үй салғаннан кейін жасармыз, ал бұл верстакты біз мынандай үйлерден ала аламыз. Енді бұл библиотекардың үйі, немесе картографтың. Мінекей, бұны верстакты басамыз, және де бұл жерден доска создать етеміз. Және бұдан енді палка жасаймыз. Және бұдан қару-жарақтарды шығарамыз. Қару-жарақ шығардық. Енді балта арқылы ағаш жауып көрейік. Бұл қолмен жапқаннан гөрі өте жеңіл, достар. Енді біз бұл ағашты шаптық. Енді бізге факел керек болады. Яғни біз бұл факелді көмірден емес, древесный көмірден, яғни ағаш көмірден жасаймыз. Ол үшін біз осылай жасаймыз және оның барлық жалпы толғанын күтеміз. Мінекей біреу. Және де біз біраздан және мына жақта сандықты қарауымызға болады біздің бұл жерде не бар екендігін. Бұл жерде алма, аяқ киім және нан бар екен. Бұл мінекей. Осы да жетіп қалар бізге. Ал достар, аздап күте тұрыңыздар. Жарайды. Енді біз факел жасай аламыз. Яғни факел жасау үшін бізге верстак қажет болады. Верстакты осы үйден кіріп ала беруімізге болады. Бұны басамыз. Және де мінекей. Бізге 12 су жетіп қалар деп ойлаймын. Жоқ, әрине бізге кирка қажет болады. Бір кирка ол біз үшін жеткіліксіз. Сондықтан да бізге жету үшін кирка қажет болады. Екі кирка бізге жеткілікті. Толық жеткілікті болмағанымен аздау болса көптей көреміз енді. Өзіме жеткіліксіз сияқты көремін. Мінекей, осы жерден бастайық. Енді осы тас өндіре береміз. Бұл жерде күшкері диалит кетіп қалды. Андезит менің ойымша бұл тас. Осы қарқынмен тастарды өндіре береміз. Себебі бұл тастар ағаштан гөрі төзімділеу және орынды көп нәрседен қару-жарақ алуға көмектеседі.
26 тас. Енді терең түбіне қарай қазамыз. Жоқ. Бұл қараңғылау екен. Біз бұл судан шығуымыз керек. Отастарды қолданып шығып кетеміз. Енді бұл тасын қару жалғасақ керек, яғни мінекей біз қылыш кирка жасап алдық. Енді бұл бізге жетеді. Бір меч және бір кирка, немене екі ағаш кирка бар ғой. О нет, тек емес. Ал достар, ендеше қайтадан қазып көрейік. Автор өзін-өзі құлап жатыр. Не болғанын түсінбедім. Бұл орманның ортасынан қазып көрейік, себебі бұл жерден бірдеме шығатын шығар. Яғни бізге барынша судан алыс керек шығар, себебі астымыздан қайта су шығып жатыр. Меніңше бұл жерден алмас шыға ма екен? Охо, достар. Бұл шақта. Охо, бұнда темір бар. Бұны железный кеткен бақ. Бұны жете аламыз. Темір, железо. Бұнда тағы бар екен. Достар, бізге қараңғы болып кеткесін біз факелді қолдана аламыз. Енді өз жұмысымызды ары қарай жалғастырып жүрмізге болады. Мінекей бұл жерде біразы бар екен. Мұнда тағы бар. Өзге жерде жоқ екен. Ендеше кеттік. Өзіміздің бірге факел алып кетеміз. Ол бізге керек болып қалады. Және де бұл шақтаға толығымен кіре алмаймыз, себебі қазір адасып кетуіміз мүмкін. Сондықтан біз ары қарай жердің түбін барлауды жалғастырамыз. Міне мына жерден бастап ары қарай қаза береміз. Көмір, уголь таптым. Бұл жерде үлкендеу қор бар сияқты. Бұл қазіргі темір балықтығымызға жетіп қалар, бұл жақтағы көмір. Бәлкім. Достар, менің каналымға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Бұл жерге факел алып кетейік. Бұл бізге қажет болып. Әйтпесе қазір түн болайын деп жатыр. Қазуды бірақ еш тоқтатпау қажет. Ешқашан да тоқтамау керек. Және жердің түбіне дейін қаза береміз. Бұлай ақырарда басап кетейік, чтобы қауіпсіз болу үшін. Жоқ. Осы жерін жалғастыра берейік. Достар, бұнда зомби. Жоқ. Достар, бізге тез шұғыл қашу керек. Енді бұл тастар бізге керек болғасын. Оны барынша сындырып алайық.
Енді бір үйге барып паналай тұрайық. Себебі бұл кезде қазір зомбилар өте көп болады. Мына үйге кіріп отыра тұрамыз. Мына үйдің екінші қабаты, үшінші қабатына шығып көрейік. Енді бұл жерде керемет балкон бар екен. Бақшалар да көрініп тұр. Мұхит та көрінеді. Океан керемет. Және де енді бұл жерде біз не істей аламыз? Зомбилар да бар екен. Енді бұл жерде не болуы мүмкін? Біз таң атқасын енді өзіміздің құрал-жабдықтарында жасап аламыз. Ой, міне жетелер бар екен, значит бізге де жүре беруге болады деген сөз. Ал кеттік ендеше. Сонымен қатар таң да атып қалған шығар. Ендеше мынаған кіреміз де бұған кіріп өзіміздің темірімізді балқытып алайық. Biz bu жерде не істей аламыз? Мінекей. Я қазір темірімізді алып келгеннен кейін ол темірден біз көп нәрсе жасай аламыз. Ал ендеше бізге таңның атқанын күту қажет болады. Ой, таң қашан атады екен? Ой, достар, таң атып келеді. Көрдіңдер ме? Күн өз шуағын шашуда бізге қарай. Ал бұл жерден зомби жоқ екен, қарап қою керек. Крипер жүр мұнда. Ол жарылса бұл жердегі огородтың күл паршасын шығарады. Жоқ, достар. Ол бақшаның күл паршасын шығарды. Скелеттер. Келеміз және оларды жинап аламыз. Бізде қанша пшеница бар екен, қарайық, 3 бар екен. Тек осындай пішкентерін алу керек. Ана біреу басылып кетті. Осылай біз өріп аламыз. Және бұны былай өндіреміз.
Енді бұны өндіріп өзімізге керегін алғаннан кейін тастап кетуге болмайды. Яғни оның қалған семенаны біз егіп кетуіміз керек. О, нет. Бізде 20 пшеница болды. Енді біз осы қыстақтың тұрғындарымен сауда жасап көрейік. Қайсы келісімін береді екен бізге? Ой, ана үйде біреу бар сияқты, оны құтқарайық. Ал керек, ендеше кеттік. Ал. Кеттік. Ой, мына үйдің есігі бітеліп қалыпты. Ол жоқ, біз бұл арқылы қазылмай, ендеше қарапайым тәсілдермен қаза берейік. Мұның есігі қай жерде болуы мүмкін? Үйдің ортасында, ендеше бұл ортасын қазаймыз. Достар, міне таптым. О, бізге дәл келді. Және біз достар, сенесіздер ме? Біз бұлмен торговля жасадық. Саудамен айналыстық. Енді осылай саудамен айналыса берсек, байитын түріміз бар. Ал енді бұл қош болыңыздар, құрметті достар. Сіздерден менің каналыма жазылыңыздар және бұл видеоға лайк басып, астына комментарийлеріңізді жазып жіберіңіздер.